жасөспүрүмдүн калай айтсак өсүрүү ол деген өсүп жатыр, талай өсүп жатыр. Менин айтатыгым мына жерде сапалуу болуу керек да. Қазір қай районға барсаң, қай жерге барсаң деген бізде жарыс деген жасөспірім арасында мінекей 7-8 жастан бастап жасап жатыр да. Оның қажеті не? Бірақ сапа жоқ. Бәрі деген тек қана міне взнос алады, ақша үшін істеп жатыр да. Былай құрама команда келетін жасөспірімдер аз. Неге десеңіз, былай қарап отырмыз ғой. Қазір деген тек қана коммерческий нелер көбейіп кетті да, жарыстар. Сол үшін бізде былай қарасақ, әрбір облыста, әрбір районный центрде дегендей 1-2 дюшша деміз ғой, детский спортивный школа бар. Бәрінде бокс бар. Біз соны деген дамыту керек. Біз деген қазір тренерлардың со райондар, облыстарда білімін көтеруіміз керек, семинар жасауымыз керек, семинарға шақыруымыз керек. Сол үшін сондай жұмыс көп істеуіміз керек та қазір. Бұрындар енді Қарағанды бокс мектебі деген сияқты сондай бір атағы дардай мектептер көп болып жетті. Қазір ондай жоқтың қасы дейсіз ғой, иә? Әрине, неге десеңіз, бұл неге жоғалып кетті? Біз мына құрама команданы қайта бір неге қораға тығып дегендей тек қана осы жинақ жаттығу көбейіп кетті. Былай жеке беру дегенде мына облысқа, әр облыс өзінің дегендей бас бапкерлері бар. Соларға да кішкене тізгінін ұстатып дегенде олар өзі былай халықаралық турнирларға шығып дегенде өздері дайындап дегенде мына жерде централизован, ол кезде деген тек қана мынандай олимпиада, чемпионат мира дейміз, сонан кейін Азия ойындарына сондай дайындау керек. Қалғандар кішкене нету керек та, кішкене мүмкіншілік беру керек облыстардың бас бапкерлеріне. Ол жерде де ақша бөлініп жатыр ғой. Сонан кейін бізде кішкене қазір деген соған қарайтын мемлекеттік бапкер болу керек. Соған қараптан соның статусын көтеруіміз керек дегендей. Главный тренер, ол бөлек гостренер да, сол қарау керек бұлай. Қаншама біздің облыста қалай істеніп жатыр, қаншама маман бар, қаншама олар мамандардың квалификациясы дейміз ғой, мына нелері қандай деңгейде дегендей. Сонда ғана біз былай жинап дегенде тек қана сапалы боксшыларды мына құрама командаға жинай аламыз. Біз енді алдағы уақытта қазақ боксшылары өзбек боксшыларынан үлгі алу керек пе? Енді олардан қорқу керек пе? Мысалы, сіз кезінде кубалықтардан қорқынышын басу үшін кездесулер ұйымдастырып отырдыңыз. Сол сияқты ондай деңгейге жетпейтін шығармыз. Бірақ дегенмен де ондайға жетпей. Қазір біз қазақ боксшылары кімнен қорқу керек? Жоқ, біз барьерді ол кезде енді білесіздер, Куба деген қаншама 30-дан көп жыл доминировать етті ғой бүкіл әлемде. Сол үшін керек болды, онда болды. Бүкіл СНГ олармен істей алмайтын, сол кезде деген мен шақырып ондай барьерді өткенбіз. Қазір деген бұл Өзбекстанның боксшылары деген біз осы қай жылдар өзімізде Ташкентте де ұрып едік қой. Сол үшін біз қазір тек қана өзіміздің міне қателігімізді дәлелдеп дегенде қателіктен өзгерту керек. Сол енді Қазақстан Париждегі Олимпиада ойындарына даярлық үшін $660 миллион жұмсалса, Өзбекстан $160 миллион жұмсаған. 4 есе аз және 4 есе нәтижесі жоғары болып тұр Өзбекстанның. Енді ұят жағдай шынымен де. Енді сіз Сидней, Атланта олимпиадаларын еске түсіретін болсақ, ол кезде олимпиадаға қанша бөлінетін? Сіз айтатынсыз, өте аз ақша бөлінетін, бірақ сіздер нәтиже көрсете білдіңіздер. Мен осы Сидней олимпиададан келгенде 1 январдан бастап бөлінеді 30 миллион. Ол $250 мың. Сол кезде. 200. Бірақ та ол бүкіл командаға. Қараңызшы. Кіші жасөспірімдер бар. Сонан кейін ересектердің арасында. Сол ақшаға сонан кейін біз жетпей тұғын. Әрине біз спонсорлардан іздеп дегенде, өзіміз тауып дегенде, сондай
жагдай болгон. Қазір деген білмеймін, сол ақшаның көбінен деген жинақ жаттығу бәрі өзі бір-бірін көремай деген келіп дегенде сондай болып кетті ғой деймін. Неге десеңіз, мына рингке шыққанда көздерінде от жоқ қой. Ол неден? Тек қана мына сбор жасау, қуу дегендей, ол деген кейбірде зиян. Осы жерде енді 660 миллион жұмсалды деп отырмыз. 660 миллион доллар, иә? Соның қанша пайызы дейін тренерлердің қалтасына түседі? Қай жағынан, қалай? Қай жағынан түседі негіз? Мысалы, бұны мен Амалбек Тышан, білетін шығарсыз, ардагер спортшы. Амалбек Тышан айтты, Мырзағали Айтжанов әдейі жанына чемпиондарды дайындап шығарғандарды кеңес етіп алмайды, қазіргі бас бапкер себебі ешкіммен ақша бөліскісі келмейді деген сияқты нелерді айтты енді. Енді мен онда о жағын білмеймін, неге десең ақша бөлінетін ол жерде қалай. Осы жинақ жаттығулардан сол жаққа ақша төледі ғой. Сол жерде мінекей сол ана спорт комплекстің басшылары бермесе сол ғой деймін. Неге десеңіз, оларда көбірек жинақ жаттығу жасау дегендей, сол үшін ол жерге олар ақша табады. И мына процентін беріп тұратын сол, может быть, сол жағынан енді мен ол жағын былай білмеймін да, бірақ та осы неге жасай береді сбор, ол деген мінекей әр базаға керек ақша. Оларда да не бар ғой, мына обслуживающий персонал, анау мынау дегендей, коммунальный бәрі сол үшін. Аманбек Тышан ағамыз тағы да айтып қалды, сол Мырзағали Айтжанов неге сізді, Тұрсынғали Еділов ағамызды өзінің жанына кеңесші етіп алмады деді. Енді егер шақырып жатса кеңесшісі болып барар ма едіңіз? Жалпы мүмкін бокс федерациясының басшысы болып барар ма едіңіз? Жалпы қандай қызметке барар едіңіз? Мен алдыңғы сұхбаттарыңызда бірақ көңілім қалды деп кішкене. Әрине жоқ, мен маған айтқан бас бапкер боласыз ба қайтадан дегенде жоқ. Мен неге десеңіз, ол бас бапкер болу деген қайтадан айтып отырмыз ғой. Ол жерге қажет жоқ, неге десеңіз, жаста келді, сонан кейін ол жерде бағана айттым ғой, білім керек дедім, тіл білу керек дегенде, компьютерді білу керек, бүкіл қалай мына әлемде не болып жатқан дегенде, біз алдын ала қарауымыз керек қой, қай жерге апарып жаттығу жасау, кіммен жасау дегенде, солардың бәрін деген, содан кейін үйді көрмеу керек дегенде, сен уже тек қана командамен болуың керек деген. Мен болдым ғой, мінекей, бір емес екі цикл жүрдім. Сол үшін ол жерде де қалай айтсақ көп еңбек етіп көңілім қалды ғой. Бірақ кеңесшісі болып та бармас па едіңіз? Жоқ, кеңесшісі болып барар едім, неге десең, былай федерацияда кеңесші болып дегенде айтып, неге десең, құрама команда анда-санда жинақ жаттығуына барып деген, жарысқа барып дегенде, кім қалай, кіммен істеу керек, не істеу керек дегенде, не жетпеді дегенде, ол обязательно оған енді көмегім тиер еді. Сізді бірақ онда шақыртулар болмады сізге? Жоқ, ондай бұл жерде деген айтып отырмыз ғой. Сидней олимпиаданың жетістігі бәрінің көмегейінде тұр ғой мына жерде. Ой, біз енді ол не, біз одан да асамыз деп мінекей. Қазір бәрін асап отырмыз мінекей. Енді ұлттық олимпиада комитетінің басшысына Геннадий Головкин келгелі де, енді біздің боксерымыз, чемпионымыз, бір үлкен үміт күттіріп еді. Бірақ үміт ақталмады. Өзіңіз бір қандай да бір үміт күттіңіз бе негізі? Жоқ. Әлде ештеңе өзгермей ме олимпиада басшысына ондай бір? Жоқ, ол жерде енді Геннадий енді келді ғой.